Баяғыда Робинзон Крузо есімді жас жігіт теңізге саяхатқа аттанды. Ол жаңа жерлерді көруді, өмірін шытырман оқиғамен өткізуді армандады. Бір күні олардың кемесі ашық теңізде қатты дауылға тап болды. Найзағай жарқылдап, толқындар кемені қатты шайқады. Дауылдың қаһарынан кеме қирап, экипаж мүшелері теңізге құлады. Робинзон ғана аман қалды. Көзін ашқанда ол белгісіз аралдың жағасында жатты. Шаршаған, жалғыз, қорыққан еді. Бірақ ол үмітін үзбеді. Ол өзіне сеніп тірі қалуға бел буды. Алдымен баспана салды. Содан соң табиғаттан азық іздеп, аң аулап, от жақты. Күн сайын өмір сүруді үйренді, жаңбырдан қорғанып, тамақ дайындап, құралдар жасап, еңбек етті. Робинзон әр күнін мәнді өткізуге тырысты. Сабыр мен төзімді серік етіп, еңбектің қадірін түсінді. Уақыт өте келе ол осы аралдың иесіне айналды. Табиғатпен тіл табысып, жалғыздыққа мойымай, болашаққа үмітпен қарады. Ол өмірдің ең үлкен сабағын түсінді. Еңбек, төзім және үміт адамды кез келген дауылдан аман алып шығатын ең күшті қару.